Мынау Нұрали Жақсылық деген футболшы осы ойынның тағдырын шешті. Бірінші таймда ол не істемеді? Білгенін істеді. Ойын негізі қызсыз өтті ғой, Ереке. Сіз қандай қызық жерлерін тауып алдыңыз бұл матчтан? Аға, мынау Тұранды біз түбіне жеткізуіміз керек. Бұларды екінші мәрте футбол ойнамайтындай қылуымыз керек. Тұран деген картада Қазақстан футболында Түркістан деген қала болмау керек деп айтты. Бұл жерден бірінші айыпты өздерінен өзе керек. Қайрат футбол клубы жай әшейін 3 ұпайды қалпақпен ұрып аламыз деп шықты бұл ойынға. Және не нәтижесі? Негізі бәрі де мүмкін. Біздің Қазақстан чемпионатында өздеріңіз білесіздер. Армысыз құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы. Қазақстан премьер-лигасының 17-ші турындағы матчтар аяқталды. Қазір ғана Ақтөбе мен Тобыл арасында классика тең бітті. Есеп 0-0, бірақ бәлкім осы маусымдағы ең қызық 0-0 осы шығар. Ақтөбе Тобыл ойын айтамыз, басқа матчтар бар, Еурокубоктағы ойындарды айтамыз, алдағы матчтар, өткен ойындар, жалпы әңгіме жиналып қалды. Біраз әңгімеден ол жерге тыс қалдыңыз. Жалпы не себеп болды оған енді? Инстаграмда көрдік әдемі суреттерді. Жоқ, тыс қалған жоқпын. Енді еңбек демалысы, демалып келдім. Міне қайта сапқа қосылдым. Қазақстан чемпионаты болып жатқан кезде неге сен демаласың? Қазақстан чемпионаты болып жатқан кезде демалып отырмын ғой именно. Демалмау керек қой кезде. Окошка осы кез болып тұр. Ана сонда мойныңа тағып алған галстук не болды? Суреттеген айтасыз ғой сіз. Ол енді баяғы аталарымыздың шаршысы былай мынау ақ көйлек кірлемесін деп тағы болады. Ақ көйлектің жағасы кірлемейді деп, кім айтты саған деп бастасышы. Сол өлеңді қойып жіберсеңіз болды. Демалыс қай жерде болды? Түркия, Грекия. Түркия, Грекия. Әдемі өтті ма? Керемет. Енді өзіміздің қазақ футболына оралайық. Фон Тим арнасында біз 17-ші турын ойындарын айтамыз. Ермахмет Мәулен. Мен осында болдым, қазақ футболын тамашаладым. Менде енді демалмадым шығуға демалатындай, Грекияға баратындай ақша жоқ өзімде. Сондықтан осы менің енді максимум қатты бір демалғым келген кезде бір ең алысқа барғаным енді Қорғалжың, мынау Қосшы, Илинка сол жерлер енді мен енді. Еуропаға барғанда да матч деп, футбол деп барғансыз ғой, Маған мысалға Әзербайжан чемпионаты уже Европа ғой енді былай қарағанда. Сондықтан жетеді елді. Осы тәуба деймін, тәуба деймін. Өтірік бұның бәрі. Өтірік сенбеңіздер. Жалған ақпарат. Өзін ақтап жатыр да. Астана мен Тұран арасындағы матчтан басталды. Туршымылдығын ашқан кездесу Астана аренада болды. Елеке 7-0 есебі сізді таңғалдырды ма? Әрине кішігірім таңғалдырды. Бірақ Тұранның ойыншыларын ойын алдында көріп қалдым. Мешітке барған ғой. Мешітке бардық қой, жұма намазы болғаннан кейін. Жұма күні ойнады ғой. Жұма күні көрісіп, балалармен... Әзілдей алмай қалдыңыз ба? Жоқ енді. Қай жерде ойнадың деп? Мен қазір шыққан соң әзілдей. Сол балаларын өзімен ақылдасып бір сөйлескен кезде кішкі дүниелерін айтпай, ойын қиын болады деп түсініп өтті. Бірақ бас бапкерінде көрдім Тұранның жалпы бұл ойынға бір мақсат қойғанымен көрініп тұрды ойынды көрген кезде, және де допты сүсток басталы салып бері салғанында көрінді. Бірақ бұндай тез гол жібереді деп өздері де қатты байқамады деймін. Бірақ 7 гол деген бұл ойында кішігірім көп сияқты. Жалпы бұл командада жаңадан құралып жатыр. Жаңа ойыншылар, жаңа бапкер, сол себепті бұл команданы да түсінуге болады. Басшылықта жаңа басшылық келіп отыр осы Түркістан футбол федерациясына, облыстық футбол федерациясына. Жалпы Тұранды премьер-лигада алып қаламыз, сол үшін барлық жағдайды жасаймыз деп жатыр. Негізі мынау Түркістанда орталықта футбол болу керек деп мақсат қойған екен. Бірақ мақсатын орындауға болмайды. Бұлар премьер-лигада қалмайды, бірінші лигаға ұшып кетеді. Нақты қазір. Қоя салыңдар, әрекет керек емес, уже болды. Басынан бастап бірінші лига тағы бір командамен толықты деп айта берсек. Қазақ еліне плюс бір команда дейсіз. Мен сізбен бәстесемші. Бәстеспей-ақ қойыңыз. 7-0 ұтылған командаға қалай бәстесесіз? Рекорд қойып отыр ғой осы жерде. Ерсін болғанда 20 литрге кіретін еді. Бәстесіз ғой енді, ол жерге айтып. Жоқ, негізі
бәрі де мүмкін. Біздің Қазақстан чемпионатында өздеріңіз білесіздер. Бұл командада үштікке кіріп кетті десе да болады. Бұл командаға жалпы көзқарас облыстан көзқарас дұрыс болмай тұр, сондықтан бәрібір болып тұр ғой, барлығына бәрібір. Жоқ, қазір өзгерді дейді сол көзқарас. Қазіргі басшылық осы. Кеш болып қалды, иә. 7-0 Астана үшін рекордтың қайталануы. Астана 2017 жылы Атырауға қарсы ойында 7-0 есебін тіркеген. Мен бұл матчқа барып келдім. Мен пікірімді айтайын. Мынау Нұрали Жақсылық деген футболшы осы ойынның тағдырын шешті. Бірінші таймда ол не істемеді? Білгенін істеді. Мынау гол кірді ма? Мінекей. Бұл екінші голы негізі. Одан кейін Назми Грипши салды. Одан кейін ассистенттік берді. 2 гол, 2 ассист жасады. Нұрали Жақсылық деген футболшы. Оны неге Григорий Константинұлы Бабаян шығармады осы кезге дейін деген үлкен дәу сұрақ туындайды. Неге шығармады? Өйткені Марин Томасов тура соның позициясында ойнайды. Марин Томасовты шығармай қосалқы құрамға қалдырып қойсаң, ол уже команданың ішінде атмосфера бұзылады деген сөз. Қиян кескі әңгімелер пайда болады. Сондықтан Нұрали, сен ренжіме, сенің жасың 22-де, сен заменде отыра бер деді. Міне, бір рет тебеді, қақпашы қайтарады, тура соны екінші мәрте қайталап бағыттайды. Нұрали Жақсылық жойқын соққымен гол салды. Бұл талантты футболшы, Тобыл футбол клубының түлегі десем, қазір Астананың жанкүйерлері қарсы шығуы мүмкін, бірақ Тараз қақпасына ол Қазақстан кубогының аясында Тобыл футболшысы ретінде гол соққан еді. Бұның туған інісі бар қазір Тобыл командасында Күджи лигада ойнайды. Нұрмұбарак Жақсылықұлы деген кісі бар. Әкесі Ербол Жақсылықұлы, ол да спортшы, спортқа қатысы бар адам. Сондықтан отбасын түгел мен бәрін танимын. Сондықтан бұл Нұрали Жақсылық негізгі құрамда ойнайтын футболшы. Әрқашанда айта отыруымыз керек. 7-0 есебімен Астана командасы неге отты? Неге сондай настрой болды? Григорий Константинұлы Бабаян неге осылай аямай отайық деді? Мен білем. Өткен подкастта сіз айттыңыз ғой, Григорий Константинұлы Бабаян жұмыстан кетуі керек деп айттыңыз. Иә. Содан бір катализатор болған шығар сол. Бәлкім. Енді тұрған командасын 7-0 ұтқаннан кейін командада бір 2 аптаға қала тұратын шығар енді. Біз айтқанмен негізі Бабаян жұмыстан кетпейді. Мен кетпейтін біліп тұрмын, бірақ былтыр бар ғой, өткен маусымда бір маусым бойы айтқанбыз, оның алдында маусымда тағы бір маусым бойы айтқанбыз. Ол кісі кеткен жоқ. Бірақ Еурокубокта ең үздік нәтиже беріп жатқан Қазақстанның бапкері кім? Чемпион бола алмады ғой. Былтыр сол Челсиге қарсы ойнап, конференция лигасын жалпы кезеңіне шығарған кім? Григорий Константинұлы Бабаян. Негізі жоқтатпауға болмайды. Негізі тренердің да жұмысын көзі көрмей қалады да мына жақта. Былтырғы көрсеткіші бұл қазіргі көрсеткішке сай болып тұр деп ойлаймын өйткені. Бұлардың просто Еурокубокқа шығып алған кездегі мақсатына ұнамайды да маған. Екінші құраммен ойнайды да Еурокубокта, сосын негізгі құраммен барлық күшті ішкі чемпионатқа саламыз дейді. Бірақ ол жерде логикаға сиям. Қазақстанның 4 клубы, мысалы, Еуропаға қатысып жатыр. 4-еуі де жалпы кезеңге шығып алып, маған десең 10-шы құрамы шығарса да, еш нәрсе демесем мен. Бірінші раундтан ұшып келе жатқан командаларға айтайық. Оларға байланысты ештеңе айтқан жоқпын, Астанаға байланысты. Неге бүкіл Қазақстанның 90% ұпайына келіп Еурокубокқа шығасың да, сен де айтасың да, екінші құраммен ойнайсың да, айтасың, басты приоритет ішкі біріншілік дейсің. Ол әрине, себебі келер маусымда Чемпиондар лигасында ойнау керек команда. Әлбетте. Енді ойнады ма биыл? Қыстың қамын жазда ойла дейді, сол сияқты менің ойымша бұл да бір сіз айтып отырсыз. Биыл ойнаған жоқ, бірақ есіңізде болса, Атлетико Мадридпен бір топта ойнаған кезде екінші құрамға алып, Қайратты еске салып отырайық енді. 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ойбой кезінде шығып едік деген сияқты. Астанаға Еурокубокта өкпе жоқ шығар енді ол жерге, артық болып қалады-ау деймін. Мына Ордабасы бірінші раундтан ұшып жатқан кезде, Ақтөбе командасы нәтижелерін еске салған кезде, Астанаға біз Еурокубокта әңгіме айта алмайтын шығармыз. Еурокубокқа шығып алғаннан кейін неге екінші құраммен ойнайды ол жақта? Мен соны айтып тұрмын. 4 командамыз шығып сол жақта 100-0 ұтылса да жарасады. 4 командаң шықпайды, ол өзің өліп кет, 100-0, 200-0 болып ұтылсаң да шықпайды 4 командаң. Просто шығып алғаннан кейінгі ұстанымдар ұнамайды да маған бұл жерде. Енді сізде дұрыс айтасыз. Мына жерде енді Бабаянға байланысты айтып жатқан әңгіме неден шығып кетті? Ол біздің әңгімемізге байланысты емес, ол біз сөйлей береміз, айта береміз, ол Бабаянның құлағына жетпейді, ол Астана футбол клубының құлағына жетпейді, ол жұмысында қала береді. Иә, жарайды, қала берсін. Бірақ біздің жұмыс мақсат айту әрине, сондықтан біз өз жұмысымызды істеп жатырмыз. Дегенмен мен енді келіспеймін. Меніңше Григорий Константинұлы Бабаян қазіргі бапкерлердің ішінде, қазақстандық мамандардың ішінде
клубтық топ футболда 27-ге кіреді деп қойса. 25 25. 27. Жақсылықты мақтадық, Камара Грибши гол соқты, Джеффри Чинеду гол соқты, Рамазан Кәрімов Кәрімовті айту керек еді. және Томасов та ерекшеленді. 7-0 есебімен Астана талқандап тастады. Келесі ойынға рұқсат болса өте берейік. Өтейік. Қайрат командасы Қайсарға қарсы матч өткізді. Еурокубокта Қайрат жеңіске жетті. Екінші іріктеу кезеңінде өтті. Енді Купс командасына қарсы ойнайды. Казахстанский университет путей сообщения. Купс деген анау Ұлықбек. Сайын Ұлықбек көшесін деген емес пе? Иә, сол Купсқа бәлес. барып ойнайтық баяғыда. Сол Купсқа қарсы ойнайды. Ал Қайсарға қарсы матчта тең нәтиже тіркелді. Есеп 1-1. Осы ойынға бір тоқталып кетсек, Рамазан Бағдат матчтың басты қаһарманы, кішкене антиқаһарман да болып қалды. Қызыл қағаз алып алаңнан қуылып кетті, бірақ оның голы керемет және негізі бір хайпын көбейтіп жіберуіміз керек сияқты осы, иә, Рамазан Бағдаттың жалпы. Рамазанды негізі қолдау керек сияқты қазір. Менің танымда бұндай жас ойыншыларға бұндай мүмкіндік беріп, және де білесіздер, жас ойыншылар өздері эмоцияларын қатты сақтай алмайды. Өз басымнан өйткені өткен нәрсе бар. Өз басымнан білем десе. Сол себепті қызыл қағаз болды, бірақ бұл ойын... Сенің басыңнан біліп атырық қой біз айдалада футболға қатысы жоқ. Енді Бағдат туралы айта кетсек, Бағдаттың өзінің жалпы бұл ойынға қойған мақсатын орындап, бірақ бұл мақсатты күшейтіп тағы да бір гол соғам деген мақсаты мен ойымша қызылға айналып кетті деймін. Өзінің жастық жағымен және өзінің бір жігерлігін қатты көрсетіп қойған сияқты. Өйткені бірінші сары қағазы бір допты теу жерген нәрсесі бар, бір өздеріңіз білесіздер ғой, жастық шақпен қателік жасағаннан кейін бірінші сары қағазы бір қате болған сияқты. Болмас жерден алып қойды. Иә, болмас жерден алып қойды, бірақ сонда да бұл баланы кішкене қолдап жерсе, бұйыртса Қазақстанның болашақ Депутаты. Неге? Сол себепті Қайрат өздеріңіз білесіздер, екінші құраммен ойнады деп ойлаймын. Аралас деп айтайық. Аралас десек те қателесеміз, иә. Сол себепті бұл ойында Аралас деген Жайдарман командасы ма? мына ойында Қайсардың да балалары мақтап кеткен дұрыс. Мынандай алаңда, мынандай көрермендердің қолдауымен Қайсардың да бір шама. Виктор Балитұлы Кумуков ойыннан кейін сұхбат берген. Сонымен ерінбей тыңдап шықтым. Сол кісі айтады, Қайрат деген ол раздражитель. Оған қарсы ойнау керек. Оны наказать қылу керек. Әтет қылу керек. Сөйтіп гол ұру керек дейді. Сонда Қайрат енді мына орталық стадион, Алматы, газоны мықты, күшті, бәрі атмосфера керемет, жанкүйерлер келеді. Неге ұрмасқа? Как будто бір Реал Мадридке қарсы ойнап атқан сияқты. Мен перерывта үзілістің кезінде кірдім де балаларға айттым дейді. Сендер мойымаңдар. Қайрат гол ұрды. Қайрат ол тағы да гол ұрады. 3 гол ұру мүмкін. Қорғанысты біз ұстаймыз. Мақұл, жібер қойымыз мүмкін, бірақ біз бетон гол ұрамыз осы ойында дейді. Міндетті түрде гол ұрамыз. Ұра берсек, текпілей берсек төбе кіреді деген нәрсені айттым. Соны сенді балалар шабуылдады, бір момент пайда болды. Соны голға айналдырдық. Пожалуйста, алматылық Қайраттан бір ұпай алып кеттік. Марлен Айманов пенальтиді сәтті орындады. Рамазан Бағдат 2 сары қағаз алып алаңнан қуылды. Айманов есепті 1-1 қылды. Матчтан кейін Олжеке Төрешіге қатысты сұрақ көп болды. Жалпы Алматының жанкүйерлері ренжіп жатыр, мына Төрешінің жұмысына разы емеспіз дейді Горда. Сұрақ көп болды, екі моментте қолына тиіп кеткен Қайсар ойыншының. Бірақ енді ол бірінші моментте ол пенальти емес. Қазір футбол өзгерді. Екінші моментте ол ішіне тиіп барып қолына тиіп жатыр. Бірінші аяғына тиген, денесіне. Сол себепті бұл жерден бірінші айыпты өздерінен өзе керек. Қайрат футбол клубы жай әшейін 3 ұпайды қалпақпен ұрып аламыз деп шықты бұл ойынға, және міне нәтижесі. Ондай менсінбеушілікпен жалпы қарсыласы алаңға шығу ешқашан дұрыс емес. Ол Мадридтік Реал боласың ба, Барселона боласың ба, сен енді ондай көзқараспен алаңға шықтың ба, бітті болды. Сен жеңілесің немесе ұпай жоғалтасың. Осылай. Кубысқа дайындалып отырған бұлар. Жанкүйерлер мәселесі шешілу керек деп ойлаймын. Енді мен Олимпияға қарсы матчта болдым стадионда. Керемет атмосфера, стадион лық толды. Тамаша, қолдау мықты болды. Ал енді Қайсарға қарсы матчта бос, оған қоса жанкүйерлер
жоқ дейміз, фанаттар тіпті келмеді, әлі де бойкот болып жатыр. Осы мәселені шешпей қайраттың жағдайы түзелмейді деген ойдамын. Қайрат футбол клубының жалпы басты проблемасы, олар өздері меніңше түсінбейтін сияқты деп солай елестейді. Сен үздік клуб құрып жатсың Қазақстандағы, ұстанымың сондай, мақсатың айқын, Еврокубокты ойнағың келеді. Трансляцияңды Қазспортқа сатқың келеді, ақшаға. Келесі маусымнан бастап өзіңнің телеканалыңды құрғың келеді. Сол жақта өзіңнің матчтарыңды көрсеткің келеді. Стадион толтырсай, содан кейін сен жұмыс істесе ары қарай. Жоқ, мен енді Ақтөбе сияқты стадионыңды толтыр, әрине 70%-ға толтыршы хотя бы. Одан кейін сен талап қойшы. Содан кейін бар жұмыс істеші сен. өте дұрыс айтасыз. Стадионың 10%-да толмаған, сен отырып алып өзіңше бір Мадридтік Реал сияқты боласың. Кешіріп қойыңыздар, мен бұлай жұмыс істемейді. Қатты айтып жатсыз, бірақ нақты айтып жатсыз. Себебі мен өзім Алматы тұрғыны ретінде байқаймын, бұрынғыдай жанкүйерлермен жұмыс байқалмайды. Бұрын әрбір билборд, стадион алдында мереке, әншілер ән айтатын матч алдында сондай бір тамаша атмосфера болатын. Қазір матч болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па? Оған қоса мынау фанаттармен мәселені шешпей болмайды. Ол кеше Люблянаға қарсы матчта да мысалы стадион лық толып тұрғанмен бәрібір бір сектор бұрын қап-қара болып, әдемі болып, мынау от шашулар болып, Алатау фанс әнді етіп, шырқап, керемет Еуропаның атмосферасы сезінуші еді. Кеше адам көп болды, сол Еврокубокта әңгіме жоқ, бірақ бәрібір сол Ақтөбедегідей, мысалы Астанадағыдай Еврокубок кезіндегідей атмосфера болған жоқ. Кәдімгі бір. Жоқ, енді ол кісіні де түсінуге болады ғой, ол кісі қазір ақша салып жатыр, дұрыс па? Қайрат Сәбитайұлы 10 жыл бойы ақша салып жатыр. Ақша салып жатсың, енді сен енді жанкүйерлерге байланысты да ақша сал, маркетинг саласына. Әлбетте, менің ойымша ол нәрсе жұмыс істеліп жатыр. Мен енді ешкім жақтаған емес, просто мен жұмыс істеп жатқан жоқ сол нәрсе. Егер Олимпияға қарсы ойын, осының бір апта, қанша күн болды осының алдында? Бір аптада болды. Лық толы болды, мына ойында адам жоқ. Ол не деген сөз ол? Көзбоямашылық ол ары қарай. Европаны ойны болған кезде, біз ойнаған кезде не сұраныс көп та, түсініп отырсыз. Фанаты жоқ деген сөз ғой клубтың, түсініп отырсыз ба? Фанат болса, ол любой ойынға келеді. Көрермені көп, жанкүйер аз дейсіз ғой. Енді ондай проблема жалпы Еврокубокқа қатысатын клубтардың барлығында дерлік бар, бірақ Қайратта енді анық байқалып отыр, осы мәселе шешілсін деген ниеттеміз. Дастан Сәтбаев 8 гол соққан, 9-шы нөмірлі футболшымыз 9-шы голын соға алмай әлек. Психологиялық тұрғыдан Дастанға бір ұлттық құрама бапкерлер штабынан қандай көмек көрсетесіз? Әлбетте, біз енді әр ойын сайыннан жеке өз басым сөйлесем, Дастанмен жігер беріп, жаңағы бір керекті сөздерді айтып, және де қолын түсірмеу керек, өйткені мүмкіндіктер болып жатыр. Мүмкіндіктер енді удары ғой енді. Соққылар жасалып жатыр, бірақ доп кірмей жатыр. Бірақ сонда да бұл беттен қайтпау керек. Дастанның өздеріңіз білесіздер, 20 голға дейін соғатындай шамасы бар. Сол себепті Дастанды әрқашанда қолдаймыз. Дастанды өзінің қандай мақсаты бар екенін білеміз. Сол себепті Дастанды жігерлеп тұрамыз, сөйлесіп каждый ойында. Бәрекелді. Жалпы Дастан өзі жақсы көңіл күйде ме бастысы? Әлбетте, енді гол соқпағаннан кейін, каждый ойыннан кейін енді шабуылшының жалпы бірінші мақсаты гол соғу, дұрыс па? Алаңнан кеткеннен кейін гол соқпай кетсең, өзіңді бір түрлі сезінесің дегендей бір сезім бар да. Сол себепті мен Дастанға айтып отырмын. Дастан бұл уақытша бұйыртса енді бір қанжығасы майлансын деп қазақта айтады ғой. Бұл баланың майланғаны соншалықты біз әр турда гол күтеміз. 8 голда негізі жаман емес. 16 жасар бала ғой, енді 17-ге толады жақында. Ол балаға ешқандай талап қоюдың керегі жоқ. Әрине. Талап етудің бірдеңені. Сен үйттің 8-9 гол сала алмайсың, керек айтпау керек. Тоқтат, бітті. 16-та ол. 16-та ол. Әрине. Бұл өзіне 20-ға, 25-ге толған кезде айтасың, давай ойна деген сияқты. Ол қандай деңгейде болатынын біз білмейміз. Дәл қазіргі оның деңгейі оның құрдастарынан, замандастарынан ол екі есе жоғары болып тұр. Толықта келсем. Болды, оған талап қойып тоқтату керек болды. Одан бетер қысым болады да оған ол. Сол бұл бала енді өзінің мақсатын қойып тұр ғой, негізі да. Сол себепті мен оны айтамын. Бұл ең басты нәрсе, бұл қолын түсіріп қоймау. Өйткені білесіз ғой, кірмей жатқаннан кейін қолын түсіре сал. Бірақ ондай бала да емес. Бірақ гол соқпай жатқаннан кейін ішкі дүниесі кішкене. Бізде енді қазақтар соны тоқтату керек негізі. Ямал қанша гол соқты былтыр? Шамамен осы Дастан сияқты соқты. Дастан әлі маусым біткен жоқ, 8 гол соғып тастады. Болды, қойыңдар, болды. Келсем.
енді бұл ойында да маған кішігірім біз былтырдан бері айтып жүрген Громыканы еске алып отырмын да. Енді Громыканы біз өткіздік қой. Соны айтып отырмын. Мен енді жалпы бірінші жалпы менің мақсатым да, жұмысымдағы мақсатым аналитика жағынан жаңағы көзқарасты айтып жүрген ғой. Сол сияқты жаңа өзім бір кішігірім былтырдан бері жүргізіп келе жатқан қағазым бар ғой мынау. Сол Громыка туралы айтқым келіп отыр да, 28 жасқа толды қазір. 28 жаста ұлттық құраманың ойыншысы Беларусияда ойнайды. Сіз өзіңіз білесіз, Қайсарға келген, ешқандай бір мақсат қойылмаған, сондай клубтан бір күшті трамплин жасайды да. Бізді көрермендер көріп жатыр, болашақ футболшылар, жаңағы жұлдыздар көріп отыр ғой бізді. Сол мен айтайын дегенім, Громыканың өмірі жалпы былай қарап отырсақ, бір қызық дүние. Громыканың жалпы карьерасы Қазақстанда келгендегі үлгі болатын жағдай ғой. Бәрекелді. Бізде қазір бірінші лигадағы қазақ футболшылар хабарласады маған. Не істейміз, братан, не істейміз, братан. Мен айтамын, ойна. Ендігі жылы легионер болмайды. Саған артық қандай мотивация керек? Сен биыл бірінші лиганы жарып тасташы. Ендігі жыл сенде қаржылай тұрғыда ешқандай проблема болмайды. Отбасыңа байланысты, әке-шешеңе байланысты ешқандай проблема болмайды. Сен аласың ендігі жыл 4 миллион, 5 миллион жалақы аласың. Иә, қазір 200 мың, 300 мың, 500 мың алып жүрген шығарсың. Бірақ сен қазір ойнаш, дәлелдеш. Міне Громыка осының жарқын мысалы. Соны толықтай сіздің сөзіңізді толықтыра кетейін. Енді қараңыз, Громыка Қайсарға келген кезде 10 ойнап 5 гол соққан. Ол сосын үзілісте Қайратқа ауысады. Сезонның ортасында. Ойға барып 11 ойын өткізіп 1 гол соғады. Бірақ сонда да ассистері бар да. Сосын ұлттық құрамаға шақыртылады. Нақты ойыншы болады. Қайратпен чемпион болды. Қайратпен чемпион болады. Суперкубокты алады. Биыл 15 ойын өткізеді. Бірақ сонда да деймін да, трансферный құны 800-700 мыңнан 1 миллион 200 өскен. Мінекей. Керемет қой. Тамаша. Не деген нәтиже? Бұны біздің Қайсар трамплин болып жатыр. Әрине. Мен айтып отқан біздің болашақ өсіп келе жатқан футболшылар бар. Қызылордаға трамплин соғу керек. Жалғастырамыз. Сонымен ары қарай тамашалаймыз. Иә, енді бірақ біз енді аналитика жағына тағы бір соңғы сұрақ, Ермаш. Соңғы сұрақ. Эмоциясы нашар екен да ол баланың. Кімнің? Громыканың. Эмоция. Менен сұраса берем ғой эмоция. Менде көп. Ұстай алмайды да. Өз-өзім ба? Иә, кішігірім. Ұстап бересіз ғой. Болды Ермаш. Эмоцияны бәрі ұстап берем. Елімай жеңіс арасындағы келісілген матч болды ғой осы аптада. Ой, кешірім өтінемін, келісілген жоқ, бұл матч кешірім сұраймын, келісілмеген екен ғой. Таза ойнаған екен ғой. Мынау қақпашы капитан екен ғой, Елімайдың қақпашысы. Қандай керемет тұрады. Қазір Елімайдың қақпашысының өнерін тамашалаймыз 89 минуттан кейін. Сіз неге Айдын Қожахметтен ресми түрде кешірім сұрадыңыз? Ресми болғанда енді телеграм арнада енді жай кішігірім ресми тұлға емеспіз ғой қазір. Айдын маған звондады. Ермаш, қоя бер, сен жеңістің жанкүйерісің ғой, қойсай деді. Я с детства за Женис дедім ғой, мен оған орысша айттым. Женис, с детства за Женис дедім. Сосын айттым, Елімайдан ұтыласыңдар ғой, қойсаңдаршы дедім. Сөйтсем, жоқ, біз ұтылмаймыз деді. Қойсай дедім. Екеуің бір офисте отырасыңдар ғой, бәрің бақшылық, бәр кабинет бір ғой. Десем, қоймайды. Жоқ, біз ұтамыз деді. Ол 2 сағат бұрын коэффициенттерді өзгерген. Елімайдың жеңісі 1.75 болған біздің фондағы достардың ұсынуы бойынша. Ал матчқа 2 сағат қалған кезде 2-де 45 болып кеткенінше. Ал Күмәнді дейсің. Күмән KZ деген сайт ашамыз жуырда. Күмән KZ наң бәрі. Сөйтеді да, отып жатады, Садовский Лабжанидзе шығады, мынау удаление мысалға, сосын Ғалымжан Кенжебекті Ардақ Сәулет итер жібереді. Ол удаление, оны Федор Семениди деген тәтеміз хат қып жазып Давид Лория. Соған шағым түсіреді, Ноженканы кәдімгі пышақтап тұрайды осы жерде хатында. Осындай әңгіме болып жатыр. Бірақ Адилио гол соқты, демек әділ болды дегенсіз ғой. Адилио гол соқып кетті, бірақ түбінде. Сөйтіп жеңіс жеңіп кетеді. Міне тамаша, міне қызық. Бұл сценарийдің түбін, нүктесін, дәл нақты бағасын
Бүгін 4-5 адам федерациядан звондады маған, Елімайдан звондады, жеңістен де ешкім айтпайды. Осы алдағы 2-3 турда біз біліп қаламыз, қыркүйек айына дейін белгілі болады. Бұл не болатыны? Сонда матч алдында сіз Елімай жеңеді. Бұл келісілген матч дедіңіз. Матчтан кейін жеңіс жеңіп тұр. Сонда келісілген матчтың үстінен келісіліп кетті ма, не болып кетті? Мені көп адам айтып жатыр, о, Ереке, тамаша, ризамыз, сіздің арқаңызда қазір әділ ойындар болып жатыр. Тамаша деді. Бірақ мен кеше телеграм арнама жаздым, тура осы матч біткеннен кейін Қызылжар Атырау матчында Атырау жеңіске жетеді деп жаздым. Атырау жеңді 1-0. Ұялған да жоқ, ешкім қорыққан да жоқ. Жоқ. Тікелей ұрды ғой. Мына ойынға қайтсақ, Елімай жеңіс ойынына қайтатын болсақ, бұл жерде негізі Елімай жеңіп тұрды 85-ші минутқа дейін. Енді жеңісті ұстап қалсай, Өте нашар ойнады. сен енді бапкер ретінде сол команданы баптайтын бапкер, сен өзгерістер жасаған кезде точечно жасасайшы. Сол жеңіске ойнап жатсың ғой, сен 1-0 ойнап жатсың ғой. Енді ұстап қалсай соны. 1-1 болған кезде гол қараңызшы. Қақпашыны ауыстырмайды ғой. Исламбек Қуат навес жасайды ғой. Адам жоқ қой сонда жеңісте навес жасайды. Исламбек Қуат Вратар не істеген білесің өзі бізді бүйтіп жатыр. Исламбек Қуат дәстүрге сай хаос болып кетті да, сол жерде хаос болып кетті бір 10 минут ішінде. И нәтиже солай болып кетті. Алан сапасы нашар ма, түсінбей қалдық қой, доптың бүйтіп тип бар. Жалпы Оқжетпеспен Ұлытау матчы ше. Мына матч қызық болып тұр ғой. Қызық болды. Міне таза футбол, таза ойын осы жерде болды, мен сіздерге айтайын. да. Кім көп гол ұрады, сол жеңіске жетеді деген ой болды. Оқжетпес пен Ұлытау арасындағы матч Шымкент қаласында өтті. Стадион бос, әрине есеп 1-0 болып бітті. Непогодов қателесті. Нәтижесінде бір ғана гол ойын тағдырын шешіп кетті. Цуцкич жалғыз голды соқты. Ойын негізі қызықсыз өтті ғой, Ереке, сіз қандай қызық жерлерін тауып алдыңыз бұл матчтан? Өте қызықты өтті, маған ұнады бұл матч. Бұл енді қазір 17-ші тур аяқталды ғой. Ары қарай қызықтың бәрі енді турнирлік кестенің соңғы жағында командалар арасында болмақ. Атырау жеңді ғой бүгін. Кәдімгі күн жылып кетті Астанада, байқадыңыздар ма? Атырау жеңді ғой. Осы Ұлытау бір жерді болып кете ма деп ойлаймын. Тұран енді самасыбай кетіп жатыр ғой енді бұл енді. Қош айтысып жатыр ғой енді. Қош енді қош махаббатым деген әнді қойып жіберсеңдер болады. Қош енді қош бол күрең күз. Білмеймін, Тұран деген бір сүйкімі жоқ Түркістан облысындағы команда, шыны керек. Анау қалған Түркістан, Арыс, Мақтарал, Жетісай деген клубтардың кәдімгі үстінде отқан бір бәйбішенің баласы отқан команда негізі. Ендігі жылы ана жаққа ақша бөлмейміз деп отыр мысалға. Бізге бір команда жетеді бір облысқа деп отқан. Сол сеніп отқан командамыздың сыйғы мынау, Тұран, енді мына Ұлытау жайлы айтатын болсақ, Ұлытау мен болатқан ойын ғой, енді Оқжетпес, бұлар да енді бір білмеймін енді премьер-лигада ойнауға лайықты ма анандай стадионмен, үйдегі матчтарын өткізіп жатқан стадион көріңдер ғой. Қайсысы? Оқжетпес па? Ұлытауды айтып жатырмын. Оқжетпес тіпті жоқ қой стадион. Тәуір ғой аналардан хотя бы. Жоқ, енді Шымкентте ойнап жатыр ғой деген. Жоқ, жалпы негізі деймін да, енді Ұлытауға қарағанда. Енді Келесі матч Жетісу және Ордабасы арасындағы ойын болды. Ей, оны айтпа! Жетісу Ордабасы арасындағы матч бұл договорняк. Ей, қоя бер. Мен оны 2 күн бұрын айтып қойғанмын. Осы жерде бәрібір мені бір сұрақ мазалап тұр. Сіз 2 күн бұрын айттыңыз, Атырау команда жеңеді дедіңіз. Жеңді, договорняк деп отырсыз. 2 күн бұрын Елімай жеңеді дедіңіз, жеңілді, договорняк деп отырсыз. Ол удобный позиция, рахат қой. Енді бұлай қарағанда мен айтып отырмын, Ұлытау Оқжетпес, Ақтөбе Тобыл. Осы 2 ойын әділ өтті осы турда. Рас. Енді басқасы жаңағы Астана мен Тұранның матчында да әңгімелер болды. Жетісу жеңеді. Жоқ, керемет. Сіз мына ойынды мен тапты деп ойлаймын. Өйткені 2 команда да бағынаға керемет соққылар соғып жатыр ғой. Таза ойнап жеңді, Жалпы менің жеке ойым, менің білмеймін кім не дейді, бірақ мына ойында мынаншама бағына тиген доптар енді білмеймін мен ақылыма сыймайды. Ереке, мен сізбен келіспеймін.
Мен сенмен келсе бастадым уже. Көрдің ба, сен мені переубедил. Мен ештеңе айтпаймын. Менің YouTube арнам бар, өзімнің. Алладоп YouTube арнасы. Мен сол жерде айтамын. Осы подкастта мен ештеңе сөйлемеймін. Болды. Жоқ, мына қараш енді Ордабасы Жетісу арасындағы ойын ғой енді. Ордабасы жақын Торпедо Кутаисиден жеңіліп қалды, Еврокубоктан шығып қалды. Шымкентше айтсақ Шәрмәнда болған ойын. 3-4 күннен кейін келіп отыр мына жақта ойнап отыр, 94-ші минутта жіберді ма голды. Тағы да жеңіліп қалып отыр. 3,2 миллиард бюджеті бар футбол клуб. Маусымның ортасында тағы бәленбай миллион қаржыландырылды. Еврокубокқа байланысты. Осы жерде сіз Алған игроктар мынау. Басқарып отқан басшылығы анау. Ол айтады да, Торпедо Кутаисиден өтсеңдер, двойной бәріңе бонус дейді, мысалға да. Соны былтыр, мысалға, Петрокубтан өтсең, осынша бонус берем деп, айтшы деп, жалынған адамдар бар мысалға. Бонус берші, өтеді футболшылар. Легионерлер бонус бермесең ойнамайды. Ол кезде айтты, футбол түсмейді ол кезде ол кісі. Неге мен бонус беру керекпін? Бұл олардың жұмыс емес пе? Ойнап ұтсын деді. Не істеді соңында? Ұтпады, өтпеді. Биыл кеп сол задачаны өзі қояды. Сонда бір жылдың ішінде өзінің жаңағы ұстанымын өзгертіп отырды. Сондай адамдар басқарып отқан клуб. Обалы жоқ жалпы Ордабасының. Жеңіске жеңілсін, ары қарай Тұранға жеңілсін, бәріне жеңілсін, обалы жоқ. Мен осы Ордабасы Торпедо Кутаисиден ұшып кеткеннен кейін қатты күйіндім. Себебі Торпедо Кутаиси ол өте әлсіз команда. Ордабасы Еуропадағы ең әлсіз дейтін ұжымдардан өте алмай жатыр. Сон көп нәрсе ойландым, әртүрлі теория. Бір нәрсе енді мен мазалап жатыр, осындай ой бар, сол шындық бекен. Ордабасыға мысалы 1 миллиард бюджет бөлінді дейік маусым алдында. Олар айтады, біз Еврокубокқа қатысамыз дейді. Әкімшілік бар, 3 миллиард бөледі сосын. Еврокубокқа қатысқан үшін ақша бөліп алады, бірақ Еврокубокта ары қарай өту оларға керек емес. Себебі ол қосымша шығын. Самолет бар, жататын жері бар, анау бар, мынау бар, футболшыларға премия бар. Одан да сол бюджет бәрібір қайта алмайды ғой, сен Еврокубоктан бірінші раундтан ұшып кеттің деп. Қалады. Сөйтіп, маусымға әдемілеп жеткізуге болады. Сол қаншалықты дұрыс оймен миыма келді өзі жалпы. Еврокубокта ойнайтын кез келген қазақстандық командаға қосымша қаржыландыру болады маусым ортасында. Ол Ордабасы ғана емес ол. Қалғандары да. Түсінесіз бе? Осы жазғы трансферлік ауысым кезінде Ордабасы неге ойыншылар алып жатыр? Өйткені ақша бар. Ол шықпай қалды, ол ойыншылар ары қарай маусым соңына дейін болады командамен бірге. Қайттан сол Еврокубокқа шығу үшін таласады. Қайттан бірінші раундтан ұшады. Мен бір қызық бүгінгі инсайтыммен бөлісе отырайын. Мынау Жетісу командасы Торай деген шабуылшы алған ғой. Торай деген қазақша не сөз білесіз? Соңғы 1, 2, 3 маусымда 3 гол ұрған. 3 жылда 3 гол ұрған шабуылшыны алған. Қорғаушы деп отырсыз ғой, Шабуылшы. Шабуылшы. 3 гол соққан шабуылшы. 3 гол соққан шабуылшы. 3 жылда 3-ақ гол соққан. Шабуылшы үшін аз деп ойлаймын мен енді. Қорғаушы үшін де аз ба деп ойлап отырмын мен. Жоқ, шабуылшы. Бір қорғаушы алған. Ол қорғаушы Азия чемпионаттарында, Азия чемпионаттар деген біліп отырсыз енді, айдала екен. Сол жақтарда соңғы 2 жыл екінші лигаларда жүрген. Азияның чемпионаттарының екінші лигаларында жүрген. Мысалға, Сингапур, Малайзия деген чемпионаттар бар, солардың екінші лигасында. Мақтарал сияқты. Бізге екінші лига ғой енді. Мақтаралларды айырады анау. Сондай ойыншы 2 ойыншыны алып отыр. Біреуі Швеция чемпионатында ойнаған деп, Швецияның үздік бомбардир дейді. Негізі соңғы 3 жылда 3-ақ гол ұрған. Торай. Кім болған бұл Қорай дейсің ғой. Тамырлар мені сұрайды. Қанымды қарайды дейсің. Сондай Торайлар келіп отыр. Енді қазір біз осы жерде енді айтып жатырмыз ғой, енді көп нәрсе сіз айтып жатырсыз, осы подкастта айтылып жатыр, енді бұл бос сөз болып қалмасын. Бұған дейін Қазақстан футболында бұндай деңгейде шындық айтылмаған. Құрметті көрермендер, сіздер де түсіністікпен қарайсыздар. Егер
шындық қатты айтылып жатыр ма, бұл демек уже өзінің бір шегіне жетті да, ол тасып кетті, ол шелектен былай тасып кетті су, түсініп отырсыз ба? Ары қарай айтылу керек ол. Мүмкін одан кейін бір шаралар қолданатын шығар сізге, мысалға да сіз маған көп айтатын. Енді ол жерде енді ол келді, уақыты келді, пісіп жетті. Не істейсің? Олжас келгені ерунда. Одан ары қарай мен выходын айтып отырмын. Жоқ, бұл жерде Әлімжанның сұрағы Елімайдың матчына байланысты болды ғой. Сіз айттыңыз я, Елімай жеңеді деп, ол келісілген матч деп 2 күн бұрын. Бірақ олар сіз қазір айту керексіз. Келісе алмады ол жерде. Түсініп отырсыз ба? Сауда болды, келісе алмады. Сосын не болды түбінде? Жеңіс жеңіп кетті. Жеңістің алаңында Елімай жеңеді 3 ұпай ма? 3 ұпай. Елімайдың алаңына барып жеңіс жегеді. Ол 3 ұпай ма? Ол 3 ұпай. Ниче ойнап қалмау керек бұл жерде, ең бас нәрсе. Ниче ойнап қалу деген өте қиын нәрсе. Ұпайды басқа біреулерге беру деген сөз. Соңғы ойын болды деп отырсыз ғой енді. Ақтөбе. Ол жерде не айтамыз дегендей қалып тұрсыз ғой енді. 0-0. Бірақ керемет ойын болды. Владтың ойыны да, Тобылдың қақпашысының да ойыны осындай нәтиже тіркелуіне себепкер болды. Есеп 0-0, бірақ ойын бізге өте қатты ұнады. Бусурманов пен Владтың арқасында ғана осы 0-0 дейік, және Өміртаевтың арқасында да деп қоюға болады. Мен негізі АПЛ-ды көргендей болдым. Әрине. Мен өткенде айттым ғой, анау Астон Вилла мен Кристал Пэлас деп. Керемет енді. Примерно сөйтіп ойнайды ана Тобыл. Қандай деңгейдегі екі командада бір-бірін шабуылдап, енді бір ләззат алдым өзім. Ана бір 70 мың адамдық стадион болса, бір күшті телевидение, трансляция, сондай бір. Сол екеуінің арасындағы ойын жылда солай болады. Классика ғой енді. Классика, иә. Эль классика. Бұрынғы Эль классико деп айтыңыздар. Гол соғылды, саналмады, оны қарады, негізі керемет. Корзун офсайдта қалған. Негізі болды. Ақтөбеде мүмкін физикалық тұрғыда дайын болмаған шығар. Еурокубокта ойын болды. Олды бір негізі. Бірақ Ақтөбе жақсы ойнады, жалпы жақсы ойнады. Жалпы Қазақстан премьер-лигасында турда 7 ойынның 7-еуі де әділ өтсе, біздің подкаст қызықсыз болады екен ғой. Әшейін болмайтын әңгіме болады. Есепке алынбады. Жабамыз подкаст. 3000 адам көріп, сол болмайтын жаңағыда комментарий жазып. Енді мен айтайын, жаңа Астана Тұран деген матчты көріп отырмын жерде. Сол ойынның алдында маған бір инсайт жіберді адамдар. Ереке, сіз не біліп отырсыз деді. Тұран командасы енді қиын жағдайда деп сіз ақтап, сөйтіп жақтап жүрсіз ғой, ол на самом деле ондай емес дейді. Бөй қойайын, не айтып отырсың деймін ғой мен енді. Сөйтсем, Тұранның футболшыларына Жуковский бәрі кеткеннен кейін айлықтары 2 есе көбейген. Тұран футбол клубында 11 миллион теңге жалақы алатын футболшылар бар. 11 миллион қазір ма? Тура қазір. Ол рас емес ау. Түркістан әкімдігіне запрос жаса, журналистсің ғой, 10 күнде саған жауап беру тиіс. 11 миллион жалақы алмайтын футболшы болмаса, маған кел. Осы жерде отырмын. Сенен кешірім сұрауға дайынмын. 11 миллион теңге. Яғни қолына 8 миллион теңге жалақы алады деген сөз. Ал енді турдың үздік футболшыларын анықтайтын еді ғой дәстүр бойынша. Нұрали жақсылық қой енді Астана командасына. Енді келісесің ба? Келісем, толықтай сізбен келісем. Тамаша. Бұл жерде мен сізбен келісем. Қайсардағы футболшыларды атағыңыз келмей ма, мысалы? Агимановты ма? Жоқ, негізі Нұрали өзі жақсы. Нұрали жақсылық. Үздік бапкерді кімді таңдаймыз? Мен айтайын ба? Мен енді Атырау командасының бас бапкері. Әрине, Виталий Жуковский деп айтайын. Ол кісі біраз ол айтып тағал. Жуковский. Енді договорник болса да жеңді ғой енді. Мойындайық. Жоқ, мен негізі ол ойында Жуковский негізі жақсы, негізі ол кісі лайықты үздік тренер болуға. Тағы бір кандидат бар, бәріміздікі бірдей болып кетпесін. Демченко мысалы. Да. Айтайық. Вот Демченко мен деймін, екеуміз Демченко дейді. Демченкоға дем беріп жіберейік, сіздер Жуковскийге. Жем бер. Осы мен тамамда. Үздік гол. Гол ма? Үздік гол. Олда бар меді? Үздік гол. Рамазан Бағдат қой. Рамазан Бағдат. Пас қой же, пас, гол да керемет. Рамазанға берейік, әрине біздің қазақ. Рамазан Бағдатты айтып келе жатыр, қанша болды уже. Рамазанға берейік. Осымен фон-тим арнасындағы кім білет соңғы шығарылымға. Осымен аяқтаймыз. Аяқтаймыз енді. Елдос Ахметов Headhunter деген сайт білесіз ба жалпы? Мен жалпы қазір тіркеліп жатырмын. Сізге посылка келіп тұрамыз. Сізге Headhunter'да
мен регистрация жасауды үйренеміз. Мен айттым шетелге көшем дедім. Әзербайжан жақсы Европа деп отқан сол шығар. Осымен видео аяқталды. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Енді қаншама шындық айтылды, қаншама өтірік те айтылды, бірақ бастысы болмыс шын енді, ең әділ болмыс. Соны ұмытып кетпеңіздер, комментарийде тұр. Сау болыңыздар.